Көп кешікпей кемеміз ай бетімен жанасты. Біраз жылжып барып, ғарыш айлағының алдына тоқтады. Сыртта бізді арнайы көлік күтіп тұр екен. Соған мініп, ғалымдар үйіне жеттік. Көкем, Сартай және мен үшеуміз бір пәтерге орналастық. Сол бір сәт екеуміз үшін әлі қорқынышты. Өзіміз жатқан бөлменің үлкен терезесі сыртындағы ай термометрі 200 градус суықты көрсетті де тұрды. Сартай екеуміз көпке дейін көз іле алмадық. Жердегі қараңғылық жай екен. Ай аспандағы жұлдыздар да жымыңдамайды. Айналаның бәрі бейне бір күл шаңының астында қалғандай көңіл құлазытады. Тіршіліксіздіктің нағыз көрмесі де сонда екен. Пәтердегі жылу жүйесі сөнсе, әп-сәтте мұз болып қатып қаламыз-ау, деп те қорықтық. Айдағы таңның атуы, күннің көтерілуі ұзаққа созылды. Күн өзіміз жерде жүріп қарағанда батыс жағы дейтін оң жақ шетінен дағдарыс теңізі жақтан шығады екен. Айда ол шығыс. Ондағы жарты күн жердегі 2 аптаға тең. Оны бәріміз де білеміз. Біз жерден өлара қарсаңында аттанғанбыз. Өлара кезінде ай күн мен жердің арасында болады ғой. Сөйтіп ол күнмен қабат шығып бірге батады. Ал бірер күннен соң ай күннің сол жағына өтіп, жердің батыс жағынан қияқтанып көрінеді. Біз оны жаңа айтуды дейміз. Ал сол кезде айда шын мәнінде таң атып күн шығады екен. Сартай екеуміз қазақ халқының оны ежелден ақ дәл білгеніне қайран қалдық. Жер есебімен 2 тәулік өткенде қалашық орналасқан аймақ жарықтанды. Бірақ жердегідей емес. Тас қараңғы ғарыштағы күнге шағылысқан бір домалақ дененің бетіне сәуле түскенде ғана көрініс. Не көгілдір көкжиек жоқ, не аспанда шарпыған әсем бұлт жоқ. Күннің сәулесі де шашырамай, бажырая қалған. Көз қарықтырады. Күн сәулесі дағдарыс теңізін жартылай жарықтандырған кезде Сартай екеумізге сыртқа шығуға рұқсат берілді. Ал көкем бастаған ғалымдар зерттеу жұмысына әлде қашан кірісіп кеткен. Назарымызды ай бетін дірілдете баяу жылжып бара жатқан зауыт бөлді. Көкемнің түсіндіруінше, олар ай топырағынан оттегі және тағы басқа ай базасына қажетті технологиялық заттарды өндіруге арналған. Содан абайлап, шұңқыр ернеуіндегі тастарға аяғымды тіреп, қолмен де ұстап, жаймен ішіне түстім. Сартай сыртта, маған бір жағдай болғанда қол ұшын беруге әзір. Шұңқырдың іші әжептәуір үлкен, кең әрі тегіс еді. Мен көлеңкеге ендім, сол-ақ екен. Комбинзонымның сол жеңіндегі термометрдің түтікшесіндегі қызыл түсті сынап, төмен қарай жылжи жөнелдім. Денемді суық алғандай күй кешіп, сәл кібіртіктеп қалдым. Бірақ қайта шығуға намыстандым. Сөйтіп қап-қараңғы дүниеге тап болдым. Айдың күн сәулесі түсіп тұрған жағы өзінше бір бөлек дүние сияқты. Төбемде әлгінде ғана көмескі көрінген жұлдыздар жыпырлайды. Мерген, ей мерген, деген хабар жетті шыны дулыға ішіндегі дыбыс қабылдағыштан. Мен жалт бұрылып жоғары қарадым. Ойыма, Сартай бірдемеге ұшырады ма? Деген күдік келгенді. Қарасам, ол көз алдын оң алақанмен қалқалап әлде кімді іздеп тұр. Мені көрмейтін тәрізді. Не болды? Саған Сартай, кімді іздеп тұрсың? Әлде көзіңе ұшатын беймәлім бірдеме елестеді ме? Жоқ, деді Сартай іліп алғандай. Көзіме ештеңе де елестеген жоқ. Мен сені таппай тұрмын. Таппағаның қалай? Мен ешқайда кеткен жоқпын. Көлеңкеге енген бойда зымзия болдың, деді ол толқып. Ал сен менің көз алдымдасың. Көлеңкеден шықшы, деді енді Сартай дегбірсізденіп. Жарайды, қазір. Мен көлеңкеден шықтым. Сартай мені жоғалтып тапқандай қатты қуанды. Шұңқыр ернеуіне шыға бергенімде қолымнан тартып алып құшақтай алды. Реңінің бозарғаны да шыны дулығаның ішінен ап-анық көрініп тұр. Енді сен түсіп көрші, дедім мен. Одан да жердегі сияқты жасырынбақ ойнаса қайтеді, деді Сартай. Қалайша? Не қалайшасы бар? Сен іздеуші, мен жасырынушы боламын. Көзіңді жұмып елуге дейін санайсың.
одан соң іздей бер. Жарайды, ойнасақ ойнайық, дедім мен. Санап болған соң көзімді ашып іздей бастадым. Жым-жырт. Мана жүрген жылжымалы завод автоматты жүйелерде алыстап кеткен. Шұңқыр үшін әрі-бері қарап Сартайды көре алмадым. Сартай, Сартай, қайдасың? Көріп тұрған жоқпын, дедім енді өзімде үрейленіп. Мұнда тұрмын ғой, деді ол мәз болып. Артынша кең-кең күлгені де микрофонды қырылдатып жіберді. Мен де күлдім, бірақ сонда да сыры беймәлім табиғатқа сенбей жүрексінемін. Айда серуендейміз деп жүріп, бір-бірімізді жоғалтып алсақ, деген үрейлі ой билей бастады. Әрі-беріден қарап, ойын бітті Сартай, мен жеңілдім, шыға бер, дедім. Қазір, деді ол. Бір мезетте Сартай көлеңкенің шетіне шыға келді. Ол шұңқырдың ернеуіне жеткенде қайта жоғалтып алардай қолынан шап беріп ұстай алып өзіме қарай тарттым. Сөйтіп ешқашан ойымызға келмеген жасырынбақ ойынын ойнадық. Кешікпей ай табиғатын зерттеу жұмысын аяқтап көкем келді. Тамақтанып болғаннан кейін пәтерде отырып екеуміз жаңағы көрген қызықтарымызды айтып күлдік. Бұл күлкі емес, деді көкем, терезеден тіршіліксіз ай табиғатына қарап отырып. Көлеңкенің қоюлығы айдағы атмосфераның жоқтығынан, күн жүйесі алғаш ғарыш шаң тозаңынан пайда болғаннан кейін ғаламшарлардың тіршілікті жағдайға көшу кезеңдері бірдей өткен. Айдың да атмосферасы болған. Мұнда да бір заманда тіршілік қайнап жатқан. Мәдени дамудың жоғары шегіне жеткен айдың саналы тіршілік иелері атмосфераны ластаған, оның ыдырауына әкеліп соқтырған. Озондық ойықтың ұлғаюы нәтижесінде күн радиациясының электромагниттік ағымы, оған қоса қысқа толқынды диапазондағы рентгендік және ультракүлгін сәулелер ғаламшар бетіндегі тіршілікті жойып жіберген. Ай беті жалаңаштанып, шектен тыс қызып, жасыл желек біткен қурап, бұлақ, көл, теңіз бен мұхит уланып ғарышқа ұшып кеткен. Қиыр ғарыштан қаңғып келген аспан тастары ғаламшардың бетін әжімге толтыра берді. Ай беті жыпырлаған қазан шұңқырларға толды. Ғаламшарлардың күнге жағы құрғап, түнгі жағындағы ішкі суы мәңгілік мұз болып қатып қалды. Ай өз-өзінен айналуын мейлінше баяулатты. Біздің ғылыми зерттеуіміз осыны дәлелдеді. Әкем мән-жайды Сартай екеумізге түсіндіріп болған соң өзінше ойға батып үнсіз қалды. Біз үлкен терезеден сыртқа көз тастадық. Жиегі қара пердемен тұтылғандай қап-қараңғы ай аспанында мен мұндалап әсем жеріміз көрініп тұрды. Бір кезде Сартай: «Енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы», деді. «Жарайды, енді ойнамаймыз», дедім мен де іле қостап. Онан да ана көрініп тұрған жеріміздегі атмосферамыздың, гидросфера мен биосферамыздың тазалығын ойлайықшы. Табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарыңда, деді сол кезде көкем Сартай екеуміздің сөзімізді тыңдап болып. Достарыңа да түсіндіріңдер мұны.